сәлеметсіздер балалар. Бүгін бізде өтетін тақырып арифметикалық прогрессия. Яғни арифметикалық прогрессия дегеніміз не деген сұраққа жауап берсек, яғни арифметикалық прогрессия бұл әрбір мүшесі, яғни екінші мүшесінен бастап алдыңғы мүшесінен бір тұрақты саны қосу арқылы алынатын бір сандық тізбек болып табылады. Оның осындай үш түрлі формуласы бар. Біріншісін айта кетсек, яғни алғашқы n мүшелердің қосындысы, яғни n тең a1 плюс d рашан ішінде n-1 формуласы. Екіншісі, яғни Sn a1 плюс n бөлінген 2 көбейтілген формуласы. Бұл бізде алғашқы n мүшелерінің, яғни барлық мүшелердің қосындысына болатын формула. Үшіншісі, жаңағы екінші формулаға ұқсас. Енді осындай бізге мысал берілген. Яғни мына мысалға қарасақ, мына екі санның арасында да плюс екі сан, 4 пен 6 арасында екі саны қосылады, 6 мен 8 де арасында екі саны қосылады, және 8 пен 10 арасында да екі сан бізде қосылып тұр. Яғни арасында қандай бір заңдылық бар. Осы заңдылықты көру арқылы біз оның арифметикалық прогрессия екенін жеткіземіз, яғни именно қосылып тұрады. Яғни біз мына екіні біз оны айырмасы дейміз, яғни айырым болып табылады d тең 2-ге. Енді келесі арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы, яғни осы формуланы дәлелдеп кетсек, яғни бізде a1 бар, немесе a2 дегендей. Осы жерден a2-ні біз дәлелдесек, яғни a1 плюс d-ға тең болады бізде a2. Ал a3 бұл бізде a2 қосылғанда ғой. Ал a4 бұл бізде a3 қосылған d-ға тең. Енді бұл жердегі a3-ті, яғни a2-ні ашып жазсақ, a2 бізде a1 плюс d-ға тең. Жазып қойып, a1 плюс d бізде ол тең болады a1 плюс 2 d-ға. Енді a3 бізде a1 плюс 2 d-ға тең болды. Енді осы өрнекті a3-ның орнына апарып қойсақ, яғни бізде a1 плюс 2d плюс d-ға тең. Енді a1 плюс 3d. Енді осы жерден қандай да бір заңдылықты байқасақ, яғни бізде айырымның алдындағы коэффициенттер өзгеріп отыр. Енді осы жерде біз формуласын жазсақ, яғни n бізде тең болады a1 плюс рашан ішінде n-1 d-ға. Себебі біз байқағанымыздай, бізде n 3-ке тең болса, ал d-ның алдынан коэффициент оны әрдайым 1-ге тең болады. Сондықтан да біз осы формуласын осылай жаздық. Енді бізде келесі арифметикалық прогрессияның алғашқы n-ші мүшелерінің қосындысы формуласын қорытсақ, яғни бізде ол яғни бізде Sn берсе, Sn бізде a1 плюс a2 плюс және де көп мүше an-1 плюс n-ға тең болсын. Және тура жаңағыдай осындай Sn, бірақ керісінше жазамыз. Артынан оңнан солға қарай жазамыз. Яғни an плюс an-1 плюс плюс a2 плюс a1. Енді осы жүйені делік, жүйе болады. Осы екі жүйені біз қоссақ бір-біріне. Бізде шығады 2Sn тең болады рашан ішінде a1 плюс an раша жабылады плюс a2 плюс an-1 раша жабылады. Енді плюс көп нүкте плюс an-1 плюс болады a2-ге раша жабылады. Енді плюс ашылады an плюс a1-ге тең. Енді біз қарайық. Бізде a2 плюс an-1 мүшесін ашып жазсақпыз. Бізде a2-ні біз бір қалай өрнекте аламыз. a2-ні біз a1 плюс d деп өрнекте аламыз. Ал an-ді біз an минус d деп өрнектейміз. Себебі бізде алдыңғы мүшесін көрсетіп тұр, сондықтан бізде айырма алдында минус тұрады. Және бұл тең болады, мынау 2d қысарып кетеді, және де a1 плюс an-ге тең болады. Яғни біз мына өрнекті осымен алмастыра аламыз деген сөз. Жазып қойып, яғни бізде 2Sn тең болады рашанның ішінде a1 плюс an плюс яғни a1 плюс an. Және де бізде осы мүшелер, осынау мүшелер,
мүшелер бізде n рет қайталана береді, яғни шешіп кете береді. Яғни жазып қойсақ, бізде 2sn тең болады a1 плюс an және де n рет дедік, өтіп қоямыз. Енді мына 2-ні бөлшектің мына жақ бетіне, теңдіктің мына жақ бетіне бөлсек, оны жерге жазып қойып, sn бізде тең болады a1 плюс an бөлінген 2 көбейтілген n формуласын біз қорытып шықтық. Енді мына an-ның орнын біз ашайық. Жазып қойып, sn тең болады a1 плюс an-ді біз мына алдыңғы слайдта дәлелдегенде, яғни бізде ол a1 плюс n-1 ға тең, енді бөлем осының бәрін 2-ге, және көбейтілген n-ға тең. Яғни бізде 2a1 плюс n-1-ді бөлінген 2 көбейтілген n формуласын біз дәлелдеп шықтық. Енді келесі осы мысалға қарастырайық. Бізге a4 берілген, яғни a4 минус 3-ге тең, d тең 5-ге, және 47-ге тең арифметикалық прогрессия мүшесінің нөмірін табу керек. Яғни бізге an тең 47-ге дейміз. Яғни бізге табу керек n-ді. Енді біз бірінші a1 табу алайық. Біз a1 табу үшін a4 өрнектейміз. a4 бізде тең болады a1 плюс 3-ға. a4 бізде тең минус 3-ге, тең a1 плюс 3 көбейтілген 5. a1 бізде тең болады минус 18-ге. Енді бізде an тең 47-ге белгілі, яғни an ашайық. an тең бізде a1 плюс ашқан ішінде n-1-ға тең. an бізде 47 тең болады минус 18 плюс n-1 және де көбейтілген 5. Минус 8-ді теңдіктің бер жақ бетіне қоссақ, бізде бұл 65-ге тең. 65 тең болады 5 n-1-ге тең. Яғни бізде 65 бөлінген 5 13-ге тең, n-1 тең болады 13. Яғни бізде n болады 14-ге. Яғни біз 14 мүшеге. Келесі екінші мысалға қарастырып жіберейік. Бізге яғни 6-шы мүше берілген. 6-шы мүше бізде 23-ге тең. 11-шы мүше бізде 48-ге тең. Және де арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін табу керек. a1 тең сұрақ белгісі екен. Бізде мына жерде жүйе құрайық. Яғни 6 бізде тең болады a1 плюс 5-ді тең болады 23-ге. ал 11-шы мүше бізде өрнектесек a1 плюс 10-ді тең болады 48-ге. Енді осы өрнекті бір-біріне азайтсақ, бізде 2a1 жойылады. Сонда бізде минус 5-ді тең болады минус 25, және d тең бізде болады 5-ге. Енді біз екі өрнектің біреуіне d-ні қою арқылы біз a1 таба аламыз. Бірінші өрнекті қойып, яғни a1 плюс 5 көбейтілген 5 тең болады 23. a1 тең плюс 25 тең болады 23. Яғни a1 тең болады бізде минус 2-ге. Екен. Енді соңғы мысалды қарастырып жіберейік. Бізге яғни a1, a2, 15, a4, a5, 33, a7 әріптермен белгіленген арифметикалық прогрессиялардың мүшелерін табыңыз депті. Жауабында a1 көбейтілген a7-ні көрсетіңіз дейді. Яғни біз жазып қойып, бізге қайсысы белгілі? Бізде a3 берілген. a3 тең болады 15-ге. Және де a6 бізде 33-ге тең екен. Енді тура жаңағыдай жүйе құрайық. a3-ті біз a1 плюс 2d тең 15-ді өрнектей аламыз. Ал a6-ны біз a1 плюс 5-ді тең 33-ге де өрнектей аламыз. Енді екі бөлшекті біз мүшені азайтып жіберсек бір-бірінен, 2a1 жойылады, минус 3d тең болады минус 18, минус 18-ге тең, ал d бізде тең 6-ға.
Енді бізде А1 тауып алайық. А1 табу үшін біз екі өрнектің біріншісіне қойайық. Бізде А1 плюс 2 көбейтілген 6 тең болады 15-ке тең дейді. Яғни бізде А1 тең болады 3-ке. Бірінші үлгісін таптық біз. Енді бізде А7 сұрапты. А7 бізде тең болады А1 плюс 6-ға. А7 бізде тең болады. Яғни А1 бізде 3-ке тең. 3 плюс 6 көбейтілген 6. Яғни бізде ол 39-ға тең. Енді бізде А1 мен А7-нің көбейтіндісін сұрапты. Осы жерге жазып қойайық. А1 көбейтілген А7, яғни А1 бізде 3-ке тең, ал А7 бізде 39-ға тең. Яғни бұлардың көбейтіндісі бізде 117-ні береді екен. Енді жалпы құрметті оқушылар, сендерге арифметика прогрессия тақырыбы барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса маған комментарийдің астына жазып жіберіңіздер. Мен барлықтарына жауап беруге тырысамын. Қош, сау болыңыздар.